И бәріне сәлем достар, сендермен бірге мен Зик Геймер. Достар, бүгін біз Динамайкқа скин сатып алатын боламыз. Особый скин клуба. Иә, мен ана биби сатып алған видеомды көрмеген болсаңыздар көріп кетіңіздер. Иә, мен сол кезде айтқан боламын, особый скиндер сатып алатын жаңа мақсат құрдым деп. Сол енді тағы да плюс менде қазір неше төртеу бар. Ол Фрэнк, архив, одан биби, Кольт. Ол звездный скин болған соң особый болып саналады. Сосын Генерал Гапс, сосын Герил, Brawl Пастікі. Ал ендеше көп созбай сразу бастайық. Вот. Клубный скиндардың ең күштісі Динамайкқа ең күшті скин. Динамайк с плеснем. Күшті скин. Скриншот жасалайық. И кеттік. Вот енді біз тоқтай тұрыңдар. Мен Динамайкқа үшінші екінші скинім особый. Мынау юбилейный скин ғой. Тоже особый болады. Нақта значоктар тастап ол особый деген сөз. Мен жаңа плейлист аштым, содан көрсеңіздер болады. Вот. Самый күшті. Как раз озеро мертвецов. Динамайк как нормальный карта. Егер менде аз лага жетпесе, көретін боламыз. Атакасын бағыттарыңыз білетін шығарсыздар. Ой, шере опасно. Менде еще лаг болып жатыр. Мен алып қойдым ба? Барлей алсын деп едім. Лаг болып жатыр. Мен ультасын тестировать еткім келіп еді, негізі. Все жеңілдік. Ультасын барықтарын білетін шығарсыздар. Соқтан көрсетке қойын, бірақ под-русский бойға барып жеңіліп анимация поражениясы көргім келіп тұр. Анимация поражениясы жақсы болу керек. Ой, қатып жатыр. Менде что-то өте қатты лаг болып жатыр. Давай, отписай. Все, уже анимация поражениясы біле алмай қалдым. Ой, көрейін деп. Қазір онда қайтадан бір рет көрейік. Вот қазір анимация поражениясын көретін боламыз.
осылай. Понятно. Ал ендеше біз бүгін скин клуба Динамо Экспресснен сатып алған болатынбыз. Сіздермен болған мен Зик Геймер, сау болыңыздар.